Құрдас Мырзеке, Төре, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдайыңыз? Келіп қалған екенсің Астанаға. Аман. Қош келдің. Рахмет. Қош көрдік. Не істеп жүрсіз, қайда барасыз деген сияқты әңгіме ғой. Дұрыс қой, екеуміз кездесуіміз баяғы бір сол. Көп болды кездеспегенімізге. Сіздің сағатыңыз айтпақшы тұрам бәрі. Оның бір не шыққан күшті сауалмен, оны беруге тиістіміз. Тараздың бір қарындасымыз жақсы сауал жіберген. Соған енді бір күні беріп, орнына басқа сағат әкелеміз енді жақында. Құдай қаласа сол жаңа кішкене жылы, бұл жер салқын қазір. Жазу салқындауда. Енді көктем келіп қалды ғой енді. Сол өзекті мәселе біздерді былай телефоннан сөйлесіп тұрамыз ғой әке, дұрыс па? Сонда баяғы бір жағынан елімізге пайда болсын деп бір өзіңнің жаңағы 11 мың оқырман бар, мынау көбейген сайын өзім қуанам. Соларға бір жағынан пайдалы әңгімелерді кішкене жүргізсек арасына, кейін жаңағыдай все-таки билер тобын айтпақшы ек, ұйымын. Ол да бір политический составляющий болғанмен, сол тақырыпты ашқым келеді саған. Ой, тамаша. Сол дұрыс болар еді деймін да. Неге десеңіз, ол терең ойға батсақ, жаңа пайғамбар айтқандай, тафаккурмен көзге көрініп тұрады. Ол жай WhatsApp-та отырып, чатта отырып, жай әңгімелерге қуанып, кішкене жетістіктерімізге қуанып, оған болмайды. Онымен біз халықты жастар тәрбиелей алмаймыз, өзгерте алмаймыз. Кәдімгідей титанический труд болғанда да профессиональный керек екен. Неге десең, социолог, психолог мамандармен қосылып, егер билердің арасында болмаса, солар мамандар көп қой жақсы. Сосын мына дінімізде де мына бір қалыптастырғымыз келеді, әруақты мойындайтын яссауи жол деп қойып айтамыз. Ол салада өте яссауи танушы ғалымдар өте көп. Ол қуанышты жағдай. Соларды бірге сол билер тобына қосып, үлкен жұмыс атқару керек негізі. Қосып неге қоспаймыз? Қосу керек? Соны қосып неғылап жүргізетін. Сонымен айналысшайсың, сондай адамдарды қосшайсың. Мен енді өзім блокнотым бар, тайный блокнотыма жазып түсіріп жүріп, небір кісілерді. Жақында өзім көп зерттеймін өзі. Күні түні Алла тағала сол өзі ізденгеніме бере ма. Мына кезінде сәләфия жолында жүрген қаншамын бауырларымыз қайтарған Асқар Сабин деген ғұлама жігіт бар. Енді тыңдасаңыз, океан знаний дейміз ба, орысшылап, сол сияқты терең өте. Ресейде маман болғандықтан, Ресейде, Волгоградта имам болыпты, басқа енді өте көп. Жақында Өзбекстандар шақырып жатыр, тәжірибесін бөлісуге. Сондай мамандар біздің елімізде жасап жатыр да. Сол сияқты кісілерді жанымызға тартып, кәдімгідей. Солсыз эффект болмайды да, жай әңгімемен болғанда да. Тем более мынау біздің жастарымыз қазір мына заманда жастар неге душар болған, қандай рухани ауруларға. Есіңде ме екеуміз қайта шырылдап едік, Кореяның пример келтірдік мысал қылып. Сол сияқты ол кәдімгідей тоқырық не қыл дейді жаңағыдай. Тоқталып жаңа неге рухани. Өз-өзіне қол жұмсайды, например, университет оқуға салмаса, басқа қылмаса. Сол сияқты сол салдардың түбін біліп, соныған қалай десең, соны іс атқару керек негізі. Әрине енді ол барлығы финансқа тақалатын шығар бәлкім. Біздер ол айту ауызға оңай ғой, билер туралы, например. Бірақ соған шынайы кірісу керектігін айтып тұруымыз керек. Олар да құлағына жаңағыдай ішіне... Финанс дейсіз, қандай финанс керек мұнда? Мұнда ақыл керек қой. Ақыл керек, бірақ жоқ, сол оплата офис болсын, отыратын жер. Жақында Алматының биев шамасы, сол кісі өте бір үлкен жаңа нені көрсетіп жатыр. Офистарын, нелерін, уже жақында келе жатыр көп нәрсеге. Тек жаңағыдай мәселе ғой түбі. Мамандар өте керек деп ойлаймын да. Психология, жастар не болып баратыр мынау. Әлемге кетіп баратыр ғой. Яғни билер арасына психологтар керек. Әрине керек. Психолог, діни мамандар, Асқар Сабин сияқты. Солардың телефондарын жазып, бәрінен жинап жүрміз. Бір күн уақыт келеді деп ойлаймын. Ол уақыт Албанмен, Башпеймен сөйлесіп қосыңыз оларды. Олар да өзінің ақылын, өзінің үлесін қоссын. Дұрыс. Сосын жаңағыдай мына рухани жолда жүргендеріңіз, өзіңіздің подписчигіңіз көбісі сол рухани әлемді түсінетін. Біз қазақ халқы жалпы оны тынбай айта берсек те болады. Шын мәнінде біздер өзіміз сезінеміз, өте мықты халық екенбіз. Дұрыс емес па? Сондықтан бұның кәдімгідей қанша цивилизация. Найман деген ру дейміз, ол қандай цивилизация болған, хан болған. Керейлер барлығы қанша рулар ол кезінде
2-3 мың минимальный тарих бар. Тарихи үлкен оламаларда, тарихшыларда аттары сақтап қалған. Ол не деген сөз? Ол үлкен қандай цивилизация бол. Соларды келіп біздерге қаймағы сол цивилизация қосылып бір ұлт болып отырмыз. Біз әлемде үлкен нәтижеге жете алатын халықпыз да. Бірақ соны айта тұра қайта аузымыз тынбайды айтуға. Өзі мақтанамыз, көшеде интернет тола сол. Бірақ интернеттегі азғындықты көріп, Инстаграм деген басқа да өте нашар әңгімелер болады. Күнде енді ол бұл қазақ халқы деп ойланасыз, таң қаласың. Дұрыс емес па? Сондықтан қазақтың рухын көтеретін в чем причина опять же маманға тақалады. Соны глубокий, тек қана социолог емес, тарихшылар, жақында кездестім. Мен өзің төре деп еркелетесің ғой. Өте үлкен біздің елде Тоқаев өте үлкен жұмыс атқарып жатыр екен. Жошы зерттеу орталық институт бар. Біздің кәдімгі жошы ұлыс екенімізді кезінде сол бүкіл неғылған астана біздер мирасқоры Алтын Орданың кәдімгі. Сол кісімен жақсылық совет кездесіп, жаңағы сілекей дейін ба, анализ алып Америкаға жібереді екен ғой. Қандай теория, Хақназар қандай өзін мақтанамыз. Бірақ түп мәнінде ешкім шын мәнінде реальность қалай әлі білмейміз ғой, бір жағынан. Ол әжеміз не болды, анау не болды дегендей. Ол өмір деген қызық нәрсе. Сондықтан ол енді 2-3 айдан кейін результат келеді дейді. Соғында мен таң қалдым. Жаңа институтты көріп, өкімет бірталай жұмыс бәрібір жақсы бара жатқан тенденция бар. Неге десеңіз, кейбір кезде ойлайтын мынау. Біздер тікелей Ресейге өте зависиміз. 41 миллиард торговый оборот дейді, біздің теңгемізді өзі привязан рубльге қарап отырсаңыз. Бірақ сол ақырын шығып жатқанымыз көзге көрінеді. Біз қарапайым халық жаңағы есіңде болса, тобырлық санада 80% болады екен бүкіл ұлттарда, әлем бойынша. Солар қазір, например, қатты айта береді бәрібір. Көшеге шығып қалып, басқа халық қиналып жатқан ол сөзсіз ғой. Бірақ қиыншылықты да бір рухани әлемдерде қызық көрген, бүгін тақырыпта Айеке бір затты ашсақ, мына ораза қарсаңында рухани ораза Рамадан айының терең сыры адам бойына сіңіп ашылатын моменттер осы келесі алдыңғы 2 айға байланысты да. Сол тақырыпты айтып кетсек. Біздер қазір әр тақырып қойып жатырмыз негізі. Сол сияқты жаңа тарихымыз болсын, басқа болсын, жақсылық совет календарыма кіргізіп қойдым, блокнотыма. Сол сияқты жинап отыр, бір күні уақыт келіп соған бәрін кәдімгідей ел өзгеретіне көзім жетеді өзі. Үлкен нумерологтар бар, өзің білетін жаңағы не бір мемлекеттерде арасы сөйлесіп тұрамын. Білмеймін, бір қызға Алла сондай жағдай жасатып. Сонда міне осы 25 жыл өте маңызды, күзге қарай өте үлкен өзгерістер болады дейді. Сол кезде кәдімгідей сол үлкен жақсы замандарға дайын болу керек. Сізбен біз істемесе кім істейді деген баяғыда бір Американ президенті ма? Если не ты, не я, кто дейді сонда. Сол сияқты үлесіміз қосуға дайын тұруымыз керек ертең. Жақсы заман кезде. Мына жастар бүйту керек. Мәселен, мен өте 30 жылдан бері сенесіз бе енді? Бір проблема қызықтырады, жақында қазбалап көрсем, сұмдық. Екі союз кезінде, кеңес дәуір, 220 миллион халық болған екен да, соның 5 миллион түрмеде отырған екен. Түсінесіз ба? 5 миллион халық түрмеде отыр екен. Сол түрмеде халықтар осы нелерді құрды, қалаларды қарап отырсақ. Бірақ статистика үшін біздің қазіргі система әлі сол система. Сол жүйе баяғы советский. Адамға қарым-қатынас, ол жақтағы ішіндегі қандай қиын жағдайлар екен, атмосфера деп айтайықшы, орысшалап. Өзіміз көрді, қантар көрсетті, өтектеп жейтін, өтектеп тастайтын, қинайтын, асатын, даже больницадан не деген зауымдық ішкі дүниясы, правоохранительный органдардың. Солардың бәрін біздер әсіресе соны билер как раз соны дұрыстай алады. Түсінесіз ба? Міне қазір біздерде де, значит, сол 2% екен, бізде де, значит, 500 мың адам түрмеде отыр. И соны өзгеріске Өзбекстанда билер сияқты олар махалла комитет деген бар, ауылдың, әр көшенің. Солардың да практикасын біз алуымыз керек. Барып Ташкенттен сұрап, олар егер жас өспірім бала, әсіресе жастарға көп көңіл бөледі, бірінші рет білместікпен, ұрлықпен ба, или бір төбелесі батса арасында біреу қалып қояды. Ондай даже ағайын туыстарда болды, құдабалдарда 15 жылдап кетті. Жігіт тяжелый последствия болған кезде, қасында жүрген балдар, жайдан-жай мектепті бітірген балдар 15 жыл. Одан кейін ол қандай адам болғанын мен білем. Қандай системадан психология сынып. Сондықтан сол жүйенің өзін біздер қазақ деп мақтанамыз. Бірақ сол нәрсені терең қазбалап, соған дайынбыз болу керек. Куис дейді ме?
исполнительный наказание жаңа комитет бар ғой сол сияқты сонда да реформаларды көріп именно билердің арасында маман шақыру керек. Неге десеңіз, оны өзгертпей біздер баяғы бүкіл советский штамптар, и мышление, стереотип мышления, бәрі шаблондар. Ұят қой, егемендігімен 30 жылдан асып бара жатыр, как будто егеменді келмегендей. Енді мен жерге кішкене қосып кетейінші. Енді байқап көрсеңіз, билердің арасында көбінесе ақсақалдар, пенсияға шыққандар. Иә. Бірақ бұл жерге мамандар керек, психолог, жастар керек. Жастар керек. Сол сияқты, сол көрші мемлекетімізде, өзбек мемлекеті, сол түрмеден круговая порука деп енді орысшалап айтып қоямыз, солға алып қалады екен. Сөйтіп өздері жаңағы правоохранительная система кәдімгідей жақсы деп, бірақ қадағалай қол қойып тұрады жаңағы не сияқты. Түрмеге салғылмайды да, бірақ тексеруде отырады особыйнен. Зато ана баланың өмірі 3 күннен сақтап қалады. Ол білместікпен қанша адам кетіп жатыр. Кезінде 90-шы жылдар тауықпен велосипедке отырған болса қанша адам, әлде де сол жағдай. Былай қарағанда да. Сондықтан осы мәселелер өте көп, осылар кәдімгі терең білетін, оған терең үңгіп, соның жақсысын алып, бізге де сіңдіру керек мына билер тобында. Билер тобында енді баяғыда бір дадымды айттым, мен бір қағаз беріңізші, мектептерге кіріп шығуым мүмкін, акиматқа десем, ой, қағазы не керегі бар, саған істейтін адам қағазсыз-ақ істейді дейді. Өте груб орысша берген бір ағамыз, атын айтпай. Сол сияқты ол қағазсыз ешкім қабылдамайды, ешкім кіргізбейді. Жақында айтып көру мектепте жиналыс болды, қызымның жиналысын. Ортаншы сонда барсам, қағаз керек, документ, олай сөйлете алмаймын сізді. Көрдіңіз бе, қағазға тақалған. Сол үшін оның бәрі құжатқа, сол құжат болу керек. Куәлік керек. Сол куәлік сұрасам бермей қойды ғой, сен не деп жүрсің деп. Сол сияқты, сол ал руханият жағына келгенде де бұл үлкен бір қызық мәселе. Бұнда мынау сенің көрермендеріңе не қылып айтып жатырмыз ғой. Қазақ халқы жаңа мықты деген содан айтып бастамақшы басқа жағына өтіп кеттік, политический жағына. Рухани жағына келгенде де қазақ халқы мықтылығы сол қанша адам киелі әруағы бар бойында. Например, сол заманнан әлге дейін мына керуен болып киелі жерге барамыз, ешқандай қалыпта жоқ. Біздің сонда баяғы айтқан эгрегор, әруақ әлемі, вот әруақ әлемді ашқым келеді. Ол анада айттық, соны расширенді бір айтсақ екен. Кәдімгі сана иелері ғой, кәдімгі жанымызда тұрған. Олар осы моментте, осы жанымызда басқа өмір сүріп жатыр. Сондықтан соны жаңа, барзах әлемі жаңа взгляд керек, жаңа көзге қарас бізге. Олсыз адам сол нәрсе келу да қиын да. Бір жағынан, конечно, физический әлемнің заңдылықтары бар. Мына 2 ай өте, қазіргі 2 ай өте маңыздылығы неде? Адам оған дейін қанша ораза ұстап дайындалу керек. Именно Рамазан айында совсем уже почти тамақ жемей, жаңағы елмен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай десем болады, терең ойда жүру керек. Сонда енді үлкен порталдар деп айтайын, өйтіп айтсақ та көп адам түсінбейді. Солар обязательно ашылып, кәдімгі адам руханияты сайыр қылады екен, барзақ әлемінде, бергі нелерде. Осы әлемде енді санасының өзінің частотасына сай да, вибрациясына сай. Сондықтан бұл салада өте қызық әңгімелер көп, мәселен, сол мажучок көріп келдік нәрселерді. Көп заттар, например, әлге дейін айтылмайды дұрыс. Фтор деген зубной пастадағы. Зубной пастаға шейін қарамаймыз ғой. Артында жасыл 3 полоска болады өзі. Синий, красный, зеленый. Соның жасылынан басқасының бәрі өте зиян. Көктер, фторлар кәдімгідей адам мажучок әсер етті, көріп келдік ашылмайды дейді. Байғұс Индияның, Тибеттің банақтары ашылдайды. Зубной фтор жақындатпаңдар. Сол сияқты енді практически пайдалы әңгімеде арасына айтып отырсақ, әрине. Кезінде қазақтар деген сол жаңа пастасыз өтті ғой өмір, өзбен шайға өзім. Сонда мен осы соңғы жылы, осы кездескен бір жылдармен, биохакинг деген зат естіңіз бе? Адамға мына көп врачтар тыңдайтын болдым, өте серьезный врачтар көп. Ресейде, Москвада бір кісі бар, аутизм емдеп жатыр. Сөйтсек, бүкіл балықтағы как раз периодичность көрген, суши басталғалы мгновенно рост аутизма дейді. Суши кәдімгі елдер қатты жеп бастады, мода болды ғой. Соны всплеск қараса, прям аутистер көп ауру басталған кезде сушимен басталыпты. Кәдімгі пиццериялар, суши барлар ашылды ғой. Сонда тяжелый металл өте көп қазіргі заманда мына балықтарда. Сол үшін Ресейде өте руханимен,
денсаулықты қатты қадағалайтын жігіттер, кісілер, үлкен жаңағы организациялар бар, общественное объединение. Балыққа тоқтату қойып жатыр, даже сенесіз бе? Сондай заманда жүрміз, біздің қазақ халқы соны білу керек деп айтып жатқан не может. Неге десеңіз, например, аписцархоздың түрі океаническийлер, бактериялар. Олар 260-300 градуста өледі екен. Біздер 100 градусқа ұрып қолдар өлмейді екен. Мына көп салат жейміз, аты не, морской, крабовый палочка деген. Тұрысымен ол морской, тем более ол таза крабовый емес, өте қалдықтан істетеді. Сонда солар кәдімгідей адамның миына, әсіресе жасөспірімдерге тяжелый металл закупоривается, тоқтап, аутизм содан екен ғой біздер. Оны соны емдеп жатқан кісіге таң қалып отыр елдер. Сөйтсе аутизм излечим отыр. Көрдіңіз ба? Біздер түбін простой заттар, физический закупорка мозгов, капиллярный жаңағы. Сол сияқты сондай жағынан да біздер денсаулыққа мән беруіміз керек. Рухани жол дейміз, здоровый нация, соған да мамандар табуымыз керек келешекте. Ұйым құрсақ. Табиғи тамақ жеу керек. Табиғи, жаңа биохакинг дегенім, оказывается, сол селен, йод, цинк, осы үш элемент қатты жетіспегенде біздер өте көп ауруға 50 жастан кейін көбісі қайтыс болып кетіп жатыр. Мен өзім өмірде, практикада. Осы заманда жастарымыз бар, құрдастарымыз бар, таныс ағайын 50 жастан кейін кетіп жатқанда таң қаласың. Сөйтіп зерттесек, өте жаңағы біздердің магазиннен жегеніміз, көшеден жегеніміз бәрі улы тамақтар тұрсымен. Бұдан бір 5-6 жыл алдын сізге бір айтып едім ғой. Хоспис деген кәдімгі раковый адамдарда апарып тастайтын жер. Почти өздерінің күші жетпей, уход жағынан болсын, ақшалай хоспис деген аппарат. Біздің қалада, Астананың өзінде бір 4-5 хоспис бар. Частный біреу үлкен еді, ол да жақында жабылыпты. Сонда рактың кесірі жаңағы бір үстіне бір ол да кстати үлкен академик деген профессор бір қазақ қыз екен. Соның қызы сонда басқарушы еді. Сол айтады, растительный масло қойыңыздаршы деп, түбі растительный основа. Сөйтсек, мынау бүкіл капитализм деген елде жасап жатырмыз ғой. Ол рынок деген ананы сату үшін арзан іздейді. Сол пальмовое масло действительно канцероген. Действительно кеше жақында Өскеменден енді айтсақ бұл қиын шығар. Бір заводтар айтып жатыр Қазақстан производителдің бастығы ма, инженері ма, біздер шынымен оны қосамыз дейді, жаңағы кішкене пальмовое масло. Плюс вообще даже шімшік май дейміз бе, не дейміз жаңағы, растет. Соның өзі үлкен температурада канцероген болып, уже оның өзі итак әсер. И без пальмовойсыз да. Сол сияқты мынау келешекте денсаулыққа көңіл бөлетін қандай общественный деятельдеріміз керек, қандай мощный жаңағыдай нутрициолог дейміз қазіргі орында заманда. Айболат бауырым. Нутрициологтар қатты күшейіп жатыр, неге десеңіз, бүкіл сол элементтерде. Жақында бір Бубновский дегеннің өмірбаян болсы, үлкен атақты профессор, бүкіл Ресейде бірінші орында. Неге десеңіз, шашылып, аварияда болған адамды жинап, сол адам жүргізіп кеткен центр құрған. Мен енді орысша тілінде қазақша айта алмай отырмын оны. Сонда өзі баста Ресей армияда болған кезде, Союз кезінде үлкен кісі ғой жаңағы. Сол 70-ші жылдар екен, 18-20-дағы жігіт машина соғып, военный машина, бүкіл сүйектері сынып, кәдімгідей уже инвалид болған. Еліне, үйіне қайтады, инвалидность болады. Бірақ жаңағы өмірге деген құштарлығы соншалықты ма, зерттеп, жаңағы врачтар айтады, бұдан сен жазыла алмайсың дейді. Сосын жазылам деп жаңағы сүйектерін, баяғы Дикөлдің кітаптарын оқыды, есіңізде болса, Союздың кезі штангист, ол белден кетіп, бірақ ол жүріп кетеді. Ол да советский профессорлар диагноз құрады Москвада. Үлкен, Склифосовский да екен, 2-ші сыныпта. Сонда сен жүрмейсің дегенде, сол жүріп кетеді жаңағы кісі. Өзінің тренировкаларын, как его, упражненияларын бәрін өзі түсініп, ашып, зерттеп, сол кісі жүріп кетеді. Мына Бубновский деген кісі, енді мына көрермендеріміз жазып алсын, өте ютубта әңгімесі көп. Сол кәдімгідей қызық әңгімелерді айтады. Біздің мышцамызға кислород жетіспейді екен. Мына мышцалардың рецептор қалай командалады мидан. Сондай дәрежеге жеткен, көрермендеріміз өте Бубновскийде оқыса үлкен не қылады. Бір сөзінде даже мышцамызға кислород жетпейді. И көп әңгіме ауру неге мына заманда 50-ден кейін кетіп жатыр жаста, иә. Миге 25% кислород жетіспейді екен. Жақында мен соны кейін бір рухани әлеміне қызық көрдім. Біздің намазымыз, ислам діні деген, Алла тағала мына бізде деген Құранның аятын шынымен маған түсінсек қой. Сенде әлбетте әлсіз деген сөзде біздер биологически өте төмен нәрсеміз. Сол үшін мына намаз, гипоксия, кислородтың бәрі миге келетінін, пайғамбардың сүннеттерінде қанша нәрсе бар. Салқын су, кәдімгі ше.
қандай адам возбуждение. Сол үшін контрасты да жаңағы Бубновскийдің әңгімелерін енді көрермендеріңіз көрер. Өте қандай ауру болмасын жарып жібереді екен жаңағы кісі. Потому что соццентрге барып түседі, не только мына сүйек сынғандар, басқа аурулардың да салдарын. Вот соған қарап тамсанамыз да, неге біздің елімізде сондай кісілер жоқ, қашан біздер бастаймыз? Здоровая нация деп. Егер денсаулығы мықты халқымыз болса, ол руханияты да орнына келе бастайды, дұрыс емес па? Сол сияқты мәселелер өте көп айтылатын. Екеуміздің сол мына кездесуіміз, сенің неңе көрермендерің көбейген сайын қуанып, солар өзгерсін, көбейсін, Айболат бауырым жолы жүрсін деп тілектеспіз байқайды. Осы анда-санда кездескенде білгенімізді айтып қалайық. Дұрыс.